Сәлем балалар. Сайып Застап, мен аты Жанайым. Орал қаласы номер 7 айналайын бөбекжай бала бақшасының балдырған тобының ата-анасы Бақытова Айгерім Бақытқызы. Жанайым, қалай ойлайсың? Бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз неге байланысты? Жұмыртқа. Бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз жұмыртқаға байланысты. Олай болса тақырыбы жұмыртқа мен судың тығыздығын салыстыру. Біздің зерттеу жұмысымызға бүгін не қажет? Жұмыртқа. Сосын? Ас тұзы. Сосын? 3 стакан су. Және қасық. Иә, олай болса, енді біздің бірінші стақанымызға жұмыртқаны салып көрші. Сала ғой. Ақырын сала ғой. Ал не байқадың сен? Батып кетті. Иә, жұмыртқамыз суға батып кетті. Яғни оның тығыздығы басымырақ суға қарағанда, иә? Ал екінші стақанымызға 10 қасық тұз сала ғой. Көп қылып ал. Сен бірге істейміз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Енді араластыра ғой. Араластыр. Араластыр. Кішкене суымызға ерсін. Судың түсі қандай? Әппақ. Иә, әппақ. Енді жұмыртқаны сала ғой. Ал енді бұл жерде не байқадың сен? Көтерді. Яғни судың бетіне жұмыртқа не істеді? Көтерілді. Келесі, үшінші стақанымызға 3 қасық тұз сала ғой. 1 2 3 Енді араластыра ғой. Енді бұл жерде судың түсі қандай? Иә, әппақ. Енді жұмыртқаны сала ғой. Не істеді жұмыртқа? Ішінде. Иә, судың ішінде. Дұрыс айтасың балам. Судың ішінде. Бірінші стақанда бізде не болды? Батып кетті. Екінші стақанда не болды өзгеріс? Көтерілді. Үшінші стақанда? Ішінде. Судың ішінде. Иә, мінекей балалар. Яғни жұмыртқа мен судың біз тығыздығын салыстырдық. Үйде ата-аналарыңызбен жасап көрулеріңізге болады. Ешқандай зияны жоқ. Сау болыңыздар.